Армысыздар жиі, бүгін ұстатқышта держательді шлемге орнатамыз. Бұл держатель телефона, экшн камеры осындай комплектте жүреді. Өзінің крепеждары, потом мынау телефонға арнайы основной держатель. Өзіміз былай ыңғайлы осы бауларын былай тартып аламыз. Бір деңгейде болу керек. Мысалы, баулар кейде мына жағы былай кетіп қалуы мүмкін. Былай өзімізге тартамыз да, и мынау баулары үсті асты осылай бір ұзындығында болу керек. И мына жақта да былай тартып аламыз. Сосын мынандай өзінің защелкалары бар. Бұны біз алдын ала былай ашып аламыз. Қазір көрсетемін не үшін. Не былай ашық тұру керек. Сосын міне шлемді алдық. Оны негізі былай да орнатсаңыз болады, былай да орнатуға болады. Негізі қатты разница жоқ. Мысалы, былай орнатсақ. Мынаны міне өзінің жоғарыдағы бауын астына былай өткізесіз. Мынаны былай өткізіңіз. Сосын мына жақтағы бір бауын аласыз. Давайте еще раз покажу. Мына держатель былай ұстадыңдар. Даже сәл мен артыма тұрып былай көрсетіп жүрсіз. Как отпируется. Міне былай. Сосын міне мынаның өзінің жоғарыдағы баулары бар, екеуі. И астына кеткен, то есть жоғарыдағы міне 4 бау, мынадан екеу, и астында 2. Получается, мына жақта 4 бау кетеді. И мынау жоғары жақтағы 4 баудың 2 баудың оң жағын былай алып, мына жақтан өткіздік. Астыңғы 2 баудың біреуін аламыз. И былай шлемді өзімізге ыңғайлатып, мына жаққа бүйтіп ұстап. Сосын мынаны былай өткіземіз. Сәл тартамыз да кішкене, но до конца емес. И мына защелкаларын былай жауып қоямыз міне. Сәл осылай ұстап тұру керек. Сосын міне енді мынаның жоғары жағындағы осы 2 бауды аламыз. Бұларды да былай өткіздік. Сосын астыңғы жақтағына бір бауды аламыз. Мінекей. И бұны да осыны алдық, міне былай тарттық. Қазір бәрін асықпай бұл видеоны көрсетеміз. Потому что мен де бірінші рет ютубта өзім жасаған кезде түсінбей отқан, потом уже на автомате бұны істеп кеттік та. Бірінші рет сәл ыңғайсыз. Енді қаттырақ тартуға болады. Аламыз. Мысалы былай. Мына жақта аштық міне. Тарттық былай қаттырақ. Менде шлем просто full face басқаша да, эндуро шлем болғанымен оған орнату осылай сәл ыңғайсыз, бірақ орнатылады. Ал егер стандартный сізде мото шлем болса, онда нормально. Осылай тартасыз. И жауаптайсыз. Мына жақтарды. Сосын кейде болады, что мына жақтары сәл боса кетуі мүмкін. И әр мысалы шығар кезде осы держательмен көріп тексеріп жүресіз бауларын. То есть мысалы былай ашасыз, былай өзіңіз тартасыз кішкене. Осының натяжкасын каждый раз кішкене тексеру керек та. Потому что кейде болады, бұл натяжкасы да сәл әрсіз слабылау болуы мүмкін. Осылай міне натяжканы былай тартамыз. Сосын натяжканы қаттырақ болды. Все, мынау енді жестко болып тұр. Сосын өзінің креплениясын орнатамыз. Неге былай салынады. И мынаны салған кезде сұр жағынан емес, темір жағынан емес, керісінше мынау пластик қара жағынан салыну керек былай. Потому что мына жағынан салған кезде закручиваться етпейді. И мына жақтан былай кіргіземіз ғой былай. Телефондық крепление жасағанды. Ал егер де мысалы сізде экшн камера болса, бұл зат уже керек емес. Экшн камераны қойған кезде, экшн камераның өзінде осындай пластмаскалары, и экшн камера өзі былай қойылады да, и мынамен кетеді. А мынау зат тек телефонға арнайы. Последний креплениясы былай кетеді. И еще қазір бір моментті айта кетем. Так, мынаны айналдырған кезде асты жағын мына жерді ұстап тұрамыз да былай. И мынаны былай айналдырамыз. Сол кезде плотно ұстайды да бұл. Прям бүйтіп нормальненько айналдырасыз. Енді мощно. Телефонды қойған кезде мына жерден былай босатып, телефон қойылады. Бірақ важно, мысалы сіз телефонды қойдыңыз, осыны есте сақталсаңыз, телефонмен видео түсіріп болдыңыз, телефонды алып тастадыңыз да, и телефон сізде басқа қалтаңызда или басқа держательде. И сіз уже шлеммен
өзіңіз ба кетіп бара жатқан кезде мына жері ашық болмау керек та, потому что жолда вибрациядан мынау былай дірілдеп түсіп қалуы мүмкін мына жерлер. Сіз мысалы видео түсіріп болғаннан кейін каждый раз мынаны до конца былай бұрап жібересіз, чтобы мынау түсіп кетпеу үшін бөлшегі. Единственное, именно мынандай full face шлемдерде сәл ыңғайсыз. Ол тұрады енді нормально, бірақ желательно мото шлем стандартный соларға қойған. Ал мынандай шлемдерге бізде жеке держатель бар, оны сосын көрсетем. Ол осындай боковой жағынан қойылады. То есть былай жабыстырылады. Insta360-тарды көрген шығарсыз, былай тұрады да ол. И ол жақта Insta360 немесе GoPro соларды крепление жасауға болады. Бірақ ол телефонға қойылмайды. То есть телефонды қоя алмайсыз. Ал именно телефонды қоям десеңіз, тек осындай міне нұсқада. Получается, мына крепление телефонға жақсы, GoPro-ға жақсы. И бізде еще басқа боковой крепление бар, сәл қымбаттау. Ол Insta360 пен GoPro-ға жақсы.